Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abdullah ibn Mubarak айтады. Абу Ханифа мұххул ilm, бүкіл білімдердің миы дейді Абу Ханифа. Және Муса ибн Иса деген үлкен атақты ғалым, Джафар ибн Аби Мансурдың жанында отырады, халифаның, президенттің жанында. Абу Ханифа есіктен кіріп келе жатқан кезде, Муса ибн Иса деген дүние жүзі мойындайтын атақты үлкен ғалым не деп айтады? Мына кісі Абу Ханифаны көрсетіп, бүкіл ғалымдардың алдында және патшаның алдында не дейді? Мына кісі Абу Ханифа жер бетіндегі қазіргі ең үлкен ғалым деп айтады. Сол кезде Джафар ибн Аби Мансур сұрайды, сіз білімді кімнен алдыңыз дейді. Сонда ан Омар дейді, ан Али дейді, ан Абдулла ибн Аббас дейді. Сонда осы кісілердің үйретіп кеткен оқушыларынан алған, бұлақтың түбінен.